Бәріңізге сәлем. Бүгінгі ABU репортаж университетіміздегі ономастикалық зерттеулер орталығының жұмысы туралы. Бүгін әріптестеріміз өз зерттеулерінің ғылыми нәтижелерін назарларыңызға ұсынады. Бүгінгі біздің шарамыз Шығыс Қазақстан ономастикалық кеңістігі ізденістер мен нәтижелер деген дөңгелек стол. Бүгінгі таңда таза дөңгелек столда және экспедиция барысы, жинаған материалдарымызды біз қалай жинадық, қандай дәрежеде жинадық, не істедік, тағы да қандай жұмыстар атқарылу керек, осы жұмыстардың барысындағы туындаған қиындықтар туралы жай ғана бір мәмілелесіп, ақылдасып, көпшілікке өзіміздің жасаған жұмыстарымызды ортаға салайық, ол кісілер өздерінің сын пікірлерін айтсын деген ниетпен осындай дөңгелек стол өткізіп отырмыз. Катонқарағай сөздігінің жұмысы бізде қаңтар айынан басталды. Өткен жылдың қаңтар айынан бастап біз сол Катонқарағай өңірінде туып дүниеге келген белгілі ақын жазушылардың, ғалымдардың еңбектерін қарастырдық, көркем шығармаларды қарадық, содан тілдік материалдар жинадық. Одан қалса соған қатысты газет материалдарымен жұмыс істедік. Барлық тілдік материалдарды жинап алғасын оны өңдеп, содан біз мысалдарды теріп жазып алдық. Екінші жұмысымыз біз былтырғы жылдың июнь айында 6-сында Катонқарағай еліне 10 күн экспедиция жасадық. Ғылыми экспедиция болды, сапар. Сол ғылыми сапар барысында біз 13 бағытта жүзеге асырылды Катонқарағай ауданы бойынша. Сол 13 бағыт бойынша біз әр ауданның көнекөз қариялармен, ауылдың үлкен кісілерменен сөз танитын, сөз білетін, елдің, жердің жағдайын жақсы білетін адамдармен кездесу ұйымдастырдық, сұхбат алдық. Сегодня 15 апреля, торжественный день в здании университета Алихан Бөкейхан университет. Происходит очень важное событие. Это событие, я думаю, заинтересует не только ученых, краеведов нашего города и региона, но и заинтересует также всех ученых, историков, филологов, учителей образовательных школ, магистрантов, докторантов, словом, всех тех, кто интересуется историей края. Сегодня проводится семинар по теме «Ономастика Восточного Казахстана. Поиски и достижения». Этот семинар является своего рода своеобразным отчетом по реализации 2 проектов научных, которые были финансированы Министерством образования Республики Казахстан. Если первый проект ставил своей целью изучение ономастического пространства Тарбагатавского, Аягузского, Уржарского районов, то второй проект ставил своей целью изучение ономастического пространства Катонқарағайского, Глубоковского и Алтайского районов. Второй проект сейчас находится на этапе реализации. По итогам 2 проектов участниками этого научного проекта составлены уже 4 больших словаря, которыми успешно используются студентами филологических специальностей на специальностях казахский язык и литература, и на предметах по этнолингвистике и других лингвистических дисциплинах. То 2 других района, это Алтайский и Глубоковский, еще ждут своих участников, которые будут исследовать эти районы. Происходит сейчас интересная ситуация в стране, новое осмысление истории, экономики и прошлого, географии, роли человека в истории. Поэтому обращение к истокам своего прошлого, безусловно, не только расширяет наше представление о нашем крае, но и, конечно же,
понимание того, кто ты есть на этой земле. Өздеріңіз байқағандай, бүгінгі презентация өте ақпаратты, танымды түрде өтті. Ғылымдарымыздың жемісті жұмысы өз нәтижелерін бере берсін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.